Қарыздыға халықтың бата бергені одан ары жалғаса береді. 700 мыңдай кредитім бар. Бастан асады. У нас нет проблемы закредитованности. Это миф. 10 микрозайрым 10 штугіне кіріп кеткен. Қаншасы шағымданып жатыр екен, төлей алмай жатырмын деген жағдаймен. Жағдайлары бір өте төмен емес. Банкрот болғаннан кейін сіз счеттарыңызды аша аласыз, жұмысқа тұра аласыз ресми түрде. Қарыздан құтылу үшін дұғалар негізінде бар. Маған өмір тоқтап қалған құсап, бүткіл бауырларым, туысқандарым. Өзім бәріне өзім кінәлімін. Ешкімді кінәламаймын оғанша. Мен сияқты адамдар көп қой. Соны төлей алмай қалуымызды да білеміз. Бәрібір кредит алуға бәрібір барамыз. Қарыз жоқ адам бар ма өзі? Кімнен сұрасаң да қарыздан көз ашпаймыз дейді. Ипотека, онлайн қарыз, айлыққа дейін займ, бөліп төлеу. Тіпті киім мен тамақты да қарызға алатындар бар. Бұл жақсы көрсеткіш емес. Халық қиналған сайын кредитті көп ала бастайды. Бұның соңы ауыр салдарға әкеп жатыр. Неге кредитсіз өмір сүру мүмкін емес болып барады? Бүгін осы мәселені жан-жақты талдаймыз. Қайырлы күн. Биыл 24 жылғы дерек бойынша экономикалық белсенді халықтың 86%-ның басында несиесі бар екен. Дәл қазір уақытта біз Қазақстан халқын қарызға батты деп айта аламыз ба? Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттіктің уайымдайтын, былайша айтқанда, көрсеткіштері ол сол органға түскен шағымдардың 90%-нан көбісі несие туралы екен. Ал енді оны басқа көзқараспен қарасақ, несие жалпы алушылардың санын алсақ, олардың қаншасы шағымданып жатыр екен, төлей алмай жатырмын деген жағдаймен. Ол 1%-дан төмен. 0,25, 0,5, жарты процентті төмен жыл сайын сондай болып жатыр. Онда халықтың қарыздық жүктемесі өсіп кетті деп айта алмаймыз, дұрыс қой? Иә, деңгейі сол көрсеткіштердің нормасында деп айтуға болады. У нас нет проблемы закредитованности. Это миф. Есть проблема закредитованности у определенного слоя населения, которые, во-первых, обладают низкими доходами, и по какой-то причине банки и МФО им продолжали давать кредиты, несмотря на их низкие доходы и высокую долговую нагрузку, и эта же прослойка населения обладает низкой финансовой культурой. Халқымыз қарызға батып бара жатқан жоқ дейді сарапшылар. Сонда қарыздан көз ашпай жүрміз дегендер кімдер және олардың қарыздың үстіне қарыз алуына не себеп болады? Сол бала-шағаға неге керек болды, киім-кешекке неге керек болып алған. Қазір кредитсіз адам жоқ қой, бәрімізде кредит бар. 700 мыңдай кредитім бар. Бастан асады. 178 мың. Магазиннен тамақ ала бергенмін ғой. Магазиннен тамақ. Қарыз кредитіңіз бар ма? Толып жатыр ғой. Толып жатыр. Үй ремонт жасаған, техника алған. До зарплаты, и, наверное, по семейным обстоятельствам тоже брал, когда вот нужны были срочно деньги. Осы шағым жазып қиналып жатқандар, ол көбінесе әлеуметтік жағдайы төмен жанұялар болу мүмкін. Өйткені көбінесе ол хаттардың мазмұнын оқыған кезде емделуге алынған. Азық-түлік шығындары рас соңғы деректерде тіпті 60%-на дейін барады. Әрбір бюджеттің 60%-ын егер азық-түлікке ғана жұмсап отырса, ал одан бөлек жол шығындары бар, балабақша шығындары бар, балаларын репетиторға жалдату керек, немесе олардың оқу білім тағы да мысалға қосымша өте көп шығындары бар. Оның барлығын жабу үшін ол азаматтардың табысын ешқалай жетпейтіндігін көруге болады. Сондықтан да күн тәртібіндегі ең негізгі мәселе бүгінгі таңда халықтың табысын арттыру мәселесі тұр. Кредиттік портфельдің қанша пайызы осы әлеуметтік осал топтардың алған қарызы болып есептеледі? Тура ондай көрсеткіштер өкінішке орай жоқ. Біздің де қауымдастықтың ылғи жұмыс тобында осындай шаралардың жобаларын талқылаған кезде ұсыныстарымыз сондай. Осы статистиканы көрсек, ол несие қиналып жатқан, ол қандай топтар, мысалы, олардың жалақылары қандай болып жатыр екен, табыстары, мейлі пособие болсын. Енді осы уақытқа дейін осындай анализдер көрсетілген жоқ. Демек, қарызға батып бара жатқандар әлеуметтік жағдайы төмен адамдар. Олардың тұрақты табысы және жұмысы жоқ. Бар тапқаны ішіп жемнен артылмайды. Бірақ соған қарамастан кредиторлар несие бере береді. Сөйтіп, қарызды қарызбен жабатын адамдар пайда болды. Ақша алғанда сол машина алу керек болды өзімізге, соны ақша алып, жақсы әдемі төледім, оны 3 жылдай төледім. Содан бытовой техника керек болды үйге. Соны алып жүріп, бір күндер қарасам 1,5 миллион болып кеткен алған товарымның
айына құятын погашением 120 мыңдай болған ғой. Бір жұмысымды менен алды. Менен алып қойғаннан кейін мен 80 мың ғана айлықпен қалып кеттім ол жерде. Бір қыз, қасымдағы қыздар займ алатын. Да зарплата деп. Сөйтіп мен де барып көрдім солармен бірге. Бұға жетпеген сумамды солардан алып құйып жүрген біраз уақыт, бір 6-7 айдай солай жүрдім да бір күні сол зайымдардың өзіне қарызға кіріп кеттім ғой. Жалпы көлемі 3,5 миллион, почти 4 миллиондай бар қарыз. Статистикаға сенсек, қазақстандықтардың банк алдындағы берешегі 39 триллион теңгеден асты. Бұл былтырмен салыстырғанда 21%-ға көп. Оның жартысынан көбі жеке тұлғаларға берілген. Жеке тұлғалардың қарызы бір жыл ішінде 23%-ға өсіпті. Азаматтар кредит берушілерден 21 триллион теңгеден астам ақша қарызы алған. Бүгінгі таңда 8,5 миллион қазақстандықтың басында қарызы бар. Бұл экономикалық белсенді халықтың 80%. 90 күннен кешіктірілген қарыз 1,4 триллион теңгеге жеткен. Несие алу оңай болғанымен зардабы зіл боп барады. Кейбір отбасылар ойран болса, ал енді бір адамдар кредитін жаба алмаған үшін өз-өзіне қол жұмсаған. Мысалы, былтыр 12 адамның өмірі осылай қиылыпты. Ал жалғыз баспанасынан айырылмау үшін кісі өлтіруге дейін барған ақбұлақтық мергенді біз әлі ұмыта қойған жоқпыз. Тағы бір алматылық отбасы биыл осы кредиттің кесірінен жалғыз баспанасынан айырылып қалды. В 2008 году отец взял кредит на 40 миллионов. Получается, были просрочки по платежам. В 2016 году погасили 20 миллионов. Остаток было около 18 миллионов. В частности, судебный исполнитель выставил на торги. Торги аннулировали, потому что были нарушения. Он взял по старому исполнительному листу, продал в 2020 году. Сейчас мы на пенсии. У меня жена на пенсии и брат на пенсии. Мы социально уязвимы слои населения. Вы правильно поймите, нам уже некуда деваться. Я вот квартиру снимаю, хожу. Жена там, дети там, везде. Мы сейчас, получается, нигде. Без прописки, без ничего. Хотя есть жилье, хотя еще процессы идут, суды идут. Они имели право вот это делать. Вы остались без крыши? Без крыши добавить, тем более зимой. Дом сносит наш. Батареи все вытащили. Проблемасы ол мына банкпен қарыз алушының ортасында жаңағы келіспеушіліктер түсінбегеннен кейін пайда болады. Ол айтады, мысалы, сізде мынандай просрочка бар, жаңағыдай біз оны жаңағыдай сотқа береміз немесе жаңағыдай сатуға шығарамыз дейді. Сонда ал біз жағдайды түсінгеннен кейін біз жаңағы сол банкпен кездесіп жағдайды қарап нақты банкке айтамыз. Мына кісінің мынандай жағдайы бар. Ол мысалы айына осы күнге дейін 300 мың төлеп отырды ма? Қазір ол жұмыссыз қалды, немесе жалақысы азайды. Ол қазір 300 мың емес, 250 мың, немесе 200 мың ғана төлей алады. Ондай мүмкіндігі болатын болса, банк оған келіседі. Қазіргі таңда елімізде борышкерлердің құқын қорғайтын банк омбудсманы деген маман бар. Ол бүгінге дейін тек ипотекалық зайымдармен айналысса, енді биылғы желтоқсаннан бастап тұтыну қарыздарын алған борышкерлермен де жұмыс істейтін болады. Борышкерді қорғайтын тағы бір амал жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң. Бұл заң қарыздан көз ашпай, тіршіліктен түңілген азаматтарға шынымен көмектесіп жатыр ма? Клиенттеріңіздің ортақ портреті қандай? Қандай адамдар осы жеке тұлғалардың банкроттығына тапсырғысы келеді? Бізге негізі, мысалы 100% деп алсақ, солардың 90% әлеуметтік жағдайы нашар. Негізгі себептерін айта аласыз ба? Қандай себептер бойынша адамдар кредиттерін өтей алмайды? Негізгі себептері, яғни жұмысынан айырылу, ақша таба алмау, пенясы өсіп кетеді, жаңағы 1 ай, 2 ай төлей алмай қалса, содан кейін мүлдем барлық общий суммасын шығарып береді банктер. Содан кейін банктер немесе коллекторлық агенттіктер график шығарып беруге, онда ешқандай көмек жасамай қалған жағдайда, яғни борышкерлер банкроттыққа тапсыруға мәжбүр болады. Мен 2019-дан бастап төлеген жоқпын. Одан кейін менің жаңағы бүткіл неме арест қойды. Қатты қиналдым, коллекторлар звондайды күніге, қаншама коллектор звондайды, қорқытады. Оны енді мына банкротствомен айланысып жатқан қыздар бар ғой, солар енді бірдеңесін шешпесе, солай болып тұр менде. Жеке тұлғаларды банкрот деп жариялаған жағдайдың қандай кері салдары болуы мүмкін борышкерге?
Кері салдарын айтайын. Ол яғни 5 жыл кредит алмайсыз, микрокредиттер алмайсыз. Бірақ қарап отырсаңыз, мысалы сіз кредит алдыңыз, сіз уже просрочкаға шықтыңыз, сізге бәрібір де кредит бермей жатыр ғой мысалы. Ал егер сіз банкрот болып 5 жыл бермегеннен, ол ешқандай сізге әсері болмайды деп ойлаймын. Және де екіншісі, ол 3 жыл бойы финмониторинг болады, яғни қаржылық мониторинг болады. Сіздің қандай мүлкіңіз бар, соңғы 3 жыл, содан кейін банкрот болғаннан кейінгі 3 жылда қандай мүлкіңіз бар, соның барлығын тексеріп тұрады. Ал тағы да айтайын, қазіргі уақытта көптеген мифтар бар. Шетелге шыға алмай қаламын, мүлкімнен айырылып қаламын, ресми түрде жұмыс жасай алмаймын деген сияқты көптеген мифтер бар. Оның барлығы мен жоққа шығара аламын. Себебі заңи тұрғында қарағанда, егер де сіз мысалы банкрот болдыңыз, банкрот болып танылғаннан кейін ешкім сізге ондай запрет қоймайды, яғни шетелге шыға алмайсыз деген жоқ. Банкрот болғаннан кейін сіз счеттарыңызды аша аласыз, жұмысқа тұра аласыз ресми түрде, барлық жолдарыңыз ашылады деген сөз. Мысалы, егер де оған дейін коллекторлар хабарласатын болса, одан кейін олардың құқығы болмайды хабарласуға. Ешкімнің құқығы жоқ, яғни сізде шетелге шығармауға құқығы жоқ болады. Және де тағы айта кететін жайт, мысалы көптеген адамдарда айтады, баспанам тартып алады деген сияқты. Солардың барлығы миф болып есептеледі. Негізінен банкроттықтың 2 түрі болады. Егер де мысалы адамдардың қарызы 1600 айлық есептік көрсеткішпен аспайтын болса, қазіргі уақытта ол шамамен 5 миллион 907 мың. Содан аспайтын болса, атында мүлік болмайтын болса, 12 айдан астам уақыт төлемеген болса, ол соттан тыс банкротқа тапсырылады. Ол жаңағы ЕГОВ порталы арқылы, немесе е-салық арқылы, немесе жаңағы цонға барып, қарапайым тілде айтқанда, барып тапсырылады. Ал егер де қарызы жаңағы 1600 МРП-дан асып кететін болса, атында жалғыз үй болатын болса, баспанасы, ол кезде ол сот арқылы банкротқа тапсыра алады. Осындай бір талаптары бар. Бүгінге дейін 110 мыңнан астам адам банкрот болуға өтінім жіберсе, 18 мың адам банкрот деп жарияланды. Осылайша банктер 41 миллиард теңгенің қарызын кешірді. Ең көп қарыздың көлемі 2 миллиард теңге екен. Банкрот деп жариялау біреуді қарыздың қамытынан құтқарса, ал басқа біреуді табысынан айыру мүмкін. Енді түсіндіре кетейікші. Мысалы, банкрот болған кісінің кешірілген кредитін кім төлейді? Ол әрине басқа бір кісінің алатын кредитінің пайызына қосылады, немесе болашақ депозитінен түсетін табысынан қағылуы мүмкін. Әр тиынның сұрауы бар. Бұл жерде банктың ақшасы, үкіметтің ақшасы деген қате түсінік болмау керек. Қазір несиені алдым, ертең көріп оны төлей аламасам, оның бәрін мемлекеттің мойнына оның бәрін отырғызу деген ол мына басқа қазақстандықтардың мойнына отырғызу деген. Өйткені сол ақшаны жаңағы мемлекет көмектесетін болса да, ол ақша жаңағыдай немесе біздің мына салықтардан немесе мына ұлттық қордан бөлінетін ақшадан бөлінеді. Сонда сол басқа кісілердің қарыздарын мына басқа қазақстандықтар жаңа мойнымен көтереді. Этот рынок не очень честный к тому, кто платит добросовестно, потому что если вы платите кредит свой добросовестно, вы платите за всех. И за тех, кто взял и не платит, и за тех, кто когда-то брал и не платит, и так далее. То есть все риски в него воткнуты в вашу процентную ставку. Именно поэтому она высокая. Алған қарыздарыңызды жаба алмай қиналып жүрсеңіз, онда өмір аяқталды деген сөз емес. Тығырықтан шығудың жолдары бар. Осы жөнінде сарапшыларымыз не дейді екен? Ақыл кеңесін тыңдап көрейікші. Ол бірінші кезекте әр табысыңның 20%-ын жинақтауға аударып отыру. Бүгін таңда 20% демей қояйық, табысың төмен болса, ең болмаса 10%-ын. Және ол жинақты әдетке айналдыру. Жаңа Оразжан Достық соны айтып қалды, бізде 20 жыл бойы әлі шешілмей келе жатқан мәселе азаматтарда әдет қалыптаспаған қаржы жинау бойынша. Менің ойымша одан да бөлек ең негізгі мәселе ол әрбір азаматтың өзінің ішкі ниетінде, өзінің ішкі алдыға қарай ұмтылуында. Я скажу непопулярную мысль, возможно, в комментариях у вас меня заплюют, но в первую очередь о ваших доходах никто, кроме вас, думать не будет. Ваши доходы, ваши проблемы. Это очень многие люди боятся и менять работу, и менять специальность. Почему-то считают, что время учебы – это 20 лет, и все, после этого нельзя учиться ни на кого нового. И вот эта работа, она дана мне, я на ней буду сидеть как раб, но не поменяю, не буду искать новую. К сожалению, в Казахстане лучший способ повысить свой доход – это сменить работу. О, кредит беріп жатыр, маған без проблем бере береді деп барып ала береміз. Договорға қолды қоя береміз, оқымаймыз ештеңені. Ода жаңағы әрине орысша жазылады көбісі. Қазақша жазылғаны ол болса да түсініксіз. Орысшадан бетер түсініксіз ғой. Ешқандай бәрі басқаша сөзбен жазылады.
Смотрите на процент. Чем выше процент, тем больше у вас будет переплата. И если у вас много кредитов, гасить надо начинать с того, где выше процент. Вы гасите его, тем самым экономите себе больше денег. И так каждый следующий по процентам. Всякие рассрочки или льготные кредиты заранее гасить не нужно вообще. В них ничего плохого нет, они наоборот экономят деньги вам. О, новый айфончик, классно. Рассрочка, не буду платить, будет кредит. 28%, да не вопрос. 36%, мало кто вообще знает, какой процент у него по рассрочке. Или по кредиту, если он его там перестанет платить. Новый iPhone нужен, чтобы больше зарабатывать, это вложение. Если вы просто хотите новый телефончик, чтобы показать его друзьям, показаться там в кругу семьи и похвастаться, какой вы крутой, то, наверное, это глупая трата. Қарыздан құтылудың халық арасында кеңінен танымал тағы бір түрі ол дұға оқу. Дұға оқыған үшін банк қарызын кешірген адамдар бар ма? Егер бар болса, білсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздерші. Қарыздан құтылудың 7 қағидасы, тілден, көзден сақтанудың жолдары, 100% дұғаның қабыл болу инструкциясы. Менің қарыздан қалай құтыламын атты сабағымды алуға болады. Қарыздан құтылу үшін дұғалар негізінде бар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дұғалар бар. Енді әуелі қарыз алған уақытта адам осы қарызды қайтарамын деп ниет етіп алған дұрыс. Ниет еткеннен кейін ол қарызды уақытылы қайтарған дұрыс. Енді мен дұға жасадым, Құдай өзі көмек береді ғой деп жата беруге болмайды. Бұның пәтуасын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы беріп қойған. Сол басқарма мамандарының пәтуаларымен жүрген дұрысырақ. Қарызды қайтармау күнә болып есептеледі екен. Енді мынадай жағдай болып жатады. Қолында телефоны бар, тағы да рассрочка кредитке телефон алғысы келеді. Өзі мініп жүрген көлігі бар, одан да жақсы бір көлікті жаңа қарызға, ипотекаға, қарызға бөліп төлеуге алғысы келеді. Бір бөлмелі үйі бар, 3 бөлмелі үй алғысы келеді ипотекаға. Осындай дүниелер шариғатта ысырапшылдыққа жатады екен. Себебі кішкентай болса да, орташа болса да телефоны бар, орташа болса да көлігі бар, бір бөлме болса да үйі бар. Сол бар дүниемен қанағатшылық қылса, сол қарызға батпаудың алғашқы жолы екен. Айтпақшы, қарыздан құтылуды үйрететін курсын қарызға сататын кейбір сарапшылар шықты. Бұған не дейсіздер? Екі себебі бар. Біріншісі ол халықтың табысының төмендігі. Екінші себебі халықтың қаржы сауаттылығының жеткіліксіз болып тұрғандығы. Өйткені бұл екі себепті егер жоймасақ, онда ол қарыздыға халықтың бата бергені одан ары жалғаса береді. Жүйелі түрде арнайы бағдарламамен қаржы сауаттылығын елімізде жоғарылатуымыз керекпіз деп есептеймін. Қаржылық сауаттылыққа арналған роликтер болса, қазіргі уақытта бәрі қысқа болу керек қой, өте түсінікті халыққа. Сондай роликтер сол мемлекеттік тапсырыспен қайта көрсетілсе. Біздің сауатсыздығымыздан біріншіден. Екіншіден жаңағы айлығың жетпесе банк бар ғой деп барып ала беретін тағы бір сауатсыздығымыздан. Әркімнің өзінің санасы, әркімнің өз басы бар ғой, бірақ лаж болса жақындамау керек. Сонымен осы қарыз проблемасын зерттеп жүргенде барлық кейіпкер мен мамандардың ойы бір жерден шықты. Ол қаржылық сауат. Егер азаматтардың жауапкершілігі болмаса, билік қандай шара қабылдаса да қарыз өсе бермек. Сол себепті қаржы мен қарызға мұқият болайық.